Бөрлі ауданына жұмыс сапары мен дін мәселелері бойынша республикалық ақпараттық түсіндіру тобы келді. Бұл топтың құрамында Қарағанды облысы конфессияаралық қатынастарының проблемаларын зерттеу және талдау орталығының ақпараттық түсіндіру, аналитикалық және контрпропагандалық жұмыстары бөлімінің басшысы және Ақтөбе облыстық Ихсан орталығы қоғамдық бірлестігінің теолог маманы болды. Ақпараттық топ қыз балалармен, ұстаздармен және аудан мешітінің жамағатымен кездесу өткізді. Өзге облыстардан келген бұл дәріскерлер дін мәселелері жөніндегі республикалық ақпараттық түсіндіру тобының мүшелері болып табылады. Ақтөбеден келдім, Ихсан орталығында теолог маманымын. Республика ақпарат түсіндіру мүшесімін. Деструктиві ағымдардың сақтану жолдарын түсіндіріп жатыр жастарға. Жат ағымдардан сипаттары мен сақтандыру жолдар. Соны жастарды неге десеңіз, қазір жастарға сол жолға түсу ықтималы көпті. Тәжірибе аз өмірлік, мектеп оқушылар әсіресе бітіріп жаңадан оқуға келіп жатыр. Сосын сондай жастар түсіп кетуге сол ықтималы көп болғасын, соларға түсіндіру жұмысы, олардың сипаттарын жаңағы ғаламтор желісінде жаңағы тыңдамау, кімді тыңдамау керек, кімді тыңдау керек, қай жерден білім алу керек деген сияқты діни ахуалдан білімдер болмаса. Сосын ұлттық құндылықтары, мына тәрбие мәселесінде мектептерде, осындай колледж, институттарда және мамандарға сондай түсіндіру жұмыс жүргізіп жатырмыз. Неге десеңіз, мысалы бүгін жаңағы тақырыбымыз қыз тәрбиесі, ұлт тәрбиесі дейді. Неге десеңіз, ол болашақ қыз бала ана, болашақ ене деген сияқты. Болашақ біздің еліміздің ұрпақ тәрбиелейтін, біздің еліміз гүлдену үшін және жақ ағымдарға түсіп кетпеу үшін және ұлттық тәрбие деген біздің дәстүрімізді, керемет біздің ұлттық ғұрыптарымызды жаңғырту деген сияқты. Біздің ата-бабаларымыз қандай болған? Керемет біздің қонақжайлығымызды және де ұлттық киімдерімізді, ұлттық тағамдарымызды, ұлттық қандай ата-бабаларымыз тәрбиеледі қыз балаға, соны түсіндіру. Ақсай техникалық колледжіне жиналған студенттермен қыз тәрбиесі, ұлт тәрбиесі тақырыбында кездесу ұйымдастырылды. Дәріскерлер ғаламтордағы экстремистік бағыттары төңірегінде сөз қозғады. Дәстүрлі дін туралы білгілеріңіз келсе, ғаламтордағы ақпараттарға емес, ресми өкілдерге, яғни мешітке жүгінгендеріңіз жөн, деді дәріскерлер. Ақпараттық түсіндіру жұмыстары көбінесе жастармен және мешіт жамағатымен өткізіледі. Өйткені дәріскерлердің айтуы бойынша арбаушылардың құрбандары қатарында ең алғаш болып жастар тұрады екен. Бір сағаттан аса уақыт көлемінде бұл топ аудандық мешітте дінустанушылармен әйел жамағатымен кездесу өткізді. Бүгінгі өткен шарада түйген ойым дін туралы. Дінді әр азамат білу керек. Дінге сену керек, Құдайдың барына сену керек. Әрине қыз баланың ашық-шашық киінуі өте дұрыс емес деп ойлаймын. Нөмірі 3-ші жалпы орта білім беретін мектебінде ақпараттық топ ұстаздармен кездесті. Отбасы мен мектептің бала тәрбиесіндегі орны, дін саласындағы құқықтық сауаттылық, әңгіме осы мәселелердің төңірегінде өрбіді. Шара барысында аталған тақырыптар бойынша бейнеролик көрсетілді. Тәрбиеде көп нәрсе ата-анаға байланысты екендігі айтылды. Балаларға көп көңіл мен уақытын бөліп, түрлі тақырыптарда әңгімелесу, ұл қызының қандай әлеуметтік желіде отыратыны жайында ата-ана біліп жүруі керек деп ескертілді. Кездесу өте қызықты, өйткені біздер мектепте, яғни балалармен, отбасылармен жұмыс жасаймыз. Осындай қазіргі уақытта бұл өзекті мәселе деп ойлаймын, өйткені бізде осындай дін ағымында отбасылар бар. Сол отбасылармен жұмысты жүргізу біздерге қалай жүргізу керек екен, немесе қазіргі мына жас өскелең ұрпақтың әртүрлі діни ағымдарға түсіп кетуі өте жаңа қазіргі уақытта мен ойлаймын өзекті мәселе, өйткені олардың ешқандай сауаттылығы жоқ, діни сауаттылығы жоқ, сондықтан олар осындай әртүрлі жолдарға түсіп кетіп жатыр. Осы мәселе қазір төңірегінде видеоролик көрсетілді, жаңағы түсіндірме жұмыстарын айтып жатыр, қалай жұмыс жасау керек. Көбінесе енді барлығы бәрі отбасынан. Ата-аналардың балаларына көп көңіл бөлуі, көбірек әңгімелесуі, жаңағы балаларының бүгінгі күні, бүгінгі қандай, не істедің, кіммен сөйлестің, жаңағы телефонда қандай әлеуметтік желіде отырсың, кім сенің достарың,
нені жақсы көресің, бос уақытыңда немен шұғылданасың, қайда барамыз балам, спортпен айналысайық, яғни ата-ананың әрдайым өз баласымен сұхбаттасуы, күн сайын оның хал жағдайын сұрауы, сонда ғана мен ойлаймын бала дұрыс жолдан яғни кетпей, әртүрлі жаңағы діни ағымдарға түспей, дұрыс жолмен жүреді деп ойлаймын. Келген қонақтардың айтуы бойынша ақпараттық түсіндіру жұмыстары күнделікті жүргізіліп отырады және жыл сайын жұмыс топтары өңірлерді аралап, мақсатты аудиторияларына ақпараттандыру жұмыстарын жүргізеді. Бұдан бөлек дәл осындай мәселелер бойынша әр аудан, қала және облыстардағы жұмыс топтары аталмыш шараларын іске асырады. Анаргүл Көшірбаева, Майя Амирова, Азамат Бабагөшев, Қарашығанақ телеарнасы.